Әріптестер, 1-2-3 апыста біздер енді кез келген PDF-тағы документті Word-қа айналдырып немесе PNG форматында айналдырып көрейік. Ол үшін біздерге PDF форматындағы документ қажет болады. PDF-ті PNG-ға айналдырамыз. Сохраните каждую страницу PDF как отдельный файл формата PNG дейді. Яғни біздер соны жасауымыз керек. Енді бізге документ қажет болады. Ол үшін біздерге аз ғана беті бар. Бізге аз ғана беті бар. PDF керек. Оны қайдан аламыз? Диплом математика дейді. Осыны алып көрейік. Өзімізге жүктеп аламыз. Яғни Google дискіге жүктеп алуға болады. Тағы да бір документ жасап көрейік. PDF-ті біз алып Word-қа жасап көрейік. Бірінші класс, қазақ класс дейді. Сосын екеуін бір жылы ашып көрейік. Яғни жүктеу жүріп жатыр. Интернеттің жылдамдығына байланысты, яғни ол тез жүру мүмкін. Бұл жерде енді файл жүктеле берсін, онда біз манағы жасалынған алғашқы документті қарайық. Бұл жерде біздер манағы мына, яғни диплом бізде PNG форматында ашылды. Яғни PDF-пен берілген болатын, біз оны ашқан кезде, яғни ол PNG форматта ашылды. Енді мына жерде документімізді де жүктеп алайық. Сосын екеуін бірге қараймыз. Біздің мына 1-2-3 апыспен жасаған дүниелеріміз. Бұл екеуі де PDF форматында болатын. Міне PDF. Мынау ең бірінші жасағанымыз 1-2-3-пен, яғни мысалы так, біз кез келген фотоны PNG-ға айналдырып, PDF-ға айналдырып көрейік. Ол үшін бізге фото керек болады. Яғни біз кез келген картинкамызды, жақсы сапалы картинкамызды PNG форматта болу керек. Негізі PNG форматта келмейтін сияқты. Қарайық дегенменде, мысалы біз осы фотоны, яғни PDF-ға айналдырамыз. Негізі фото сапалы болу керек. Біздер мына PNG форматтағы енді қайтып PDF-ға айналдырып көрейік. Конвертировать. Жүктеу. Енді ашып көрсек, бұл жерде міне. Ең бірінші біздікі PDF болды. PDF-тан PNG форматқа ауыстырдық. Енді PNG-дан қайтып PDF форматқа ауыстырдық. Міне PNG форматта тағы да бір документті алайын. Кез келген нәрсені алуға болады, әрине. Мен мысалы мына жерде загрузкіде өзімнің фотом тұр екен, PNG форматтағаны. Енді мен осыны
конвертировать етіп PDF-қа айналдырайын. Бұл айналмай тұр дейді. Что с тобой болған, не болып қалды? Бұл айналмайды дейді. Бір керемет суреттер болмай тұр. Оның бәрі әндер. Отмена PDF-тан тағы не айналдыру болады. Excel, мына жерде конвертировать басқа жоқ та. Фото, PDF-та, Word-та PDF-қа айналдырып көрейін. Кез келген Word-та алайын да. Кез келген бір PDF-та, Word-та PDF-қа айналдырайын. Мысалы, мұғалімнің жұмыс дәптері дегенді мен PDF-қа айналдырайын. Яғни бұл жерде барлығы уақыт алады. Уақытты өте көп алады. Яғни байқап отырғандарыңыздай әріптестер, мысалы міне, яғни мына жерде жасалған дүниенің бәрі 1-2-3 апыспен жасалды. Мынау, яғни біздер кез келген видеоның көлемін қысқарттық және оған мына жерде текст жаздық және изображение қоюға болады. Сосын PDF-ті біздер PDF форматтағы документті PNG-ға айналдырдық. Одан PNG-дан PDF-қа айналдырдық. Мұнауда, яғни PDF форматындағы документ болатын, оны Word-қа айналдырдық. Енді қазір біздер Word-ті PDF-қа айналдырып жатырмыз. Word-ті PDF-ке енді жүктеп аламыз. Міне. Мұғалімнің жұмыс дәптері деген біздерде Word форматында болатын. Мына жерде тұр міне. Біз соны, яғни PDF форматына айналдырдық. Бұл ашылып жатыр. Яғни осындай жұмыстарды сіз өзіңізге көмекші құрал ретінде 1-2-3 деген 1-2-3 апс деген, яғни осы бір керемет қосымшамен жұмыс жасасаңыз, сіздің біршама жұмысыңызды жеңілдетеді. Видео инструменттерді, аудио инструментті, PDF-ті, яғни конвертировать жасауға болады. Мына жерде кез келген документті өзіңіз ары қарата ізденіп, осы қосымшамен, сайтпен жұмыс жасасаңыз, едәуір мүмкіндіктерін пайдалана аласыз. Сіздерге көп яғни құрметті әріптестер, яғни сіздер осы 1-2-3 апстың видео инструментін, аудио инструментін, PDF және басқа да жоғарыдағы қосымшаларды өзіңіз тіркелу арқылы күнделікті жұмысыңызда пайдаланып, барлығын өзіңіздің қажетіңізге жаратып жасауға болады. Мына жерде міне барлығы көрініп тұр. Тілін ауыстырып аласыз міндетті түрде. Баршаңызға сәттілік. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. 1-2-3 apps.com деп жазасыз. 1-2-3 apps.com. Яғни осыны басу арқылы сіз керемет дүниелерді жасайсыз. Барлықтарыңызға шығармашылық шабыт тілеймін. Жұмыстарыңыз алға баса берсін. Мыңда бір алғыс, рахмет.